Ататекпен байланыс және қабылдау медитациясы. Өзіңізге жайлы орынға жайғасыңыз. Көзіңізді жұмып, денеңізді жайлап босаңсытыңыз. Терең тыныс алып, асықпай дем шығарыңыз. Тағы да бір рет мұрын арқылы асықпай тыныс алып, ауыз арқылы баяу тынысыңызды шығарыңыз. Әр дем алған сайын денеңіз тынышталып келеді. Әр дем шығарған сайын денеңіз босаңсып барады. Бар ойды жіберіңіз. Сіз жаныңыздың ұясына келдіңіз. Жарқыратуға, реттеуге, жайнатуға келдіңіз жаныңыздың ұясын. Миыңызды әппақ қағаздай тап-таза болып тұрғанын сезініңіз. Сіз дәл осы сәттесіз. Зейініңізді жүрек тұсына аударыңыз. Жүрегіңіздің жайлылығын сезініңіз. Жаныңыздың тыныштығын сезініңіз. Енді бар зейініңізді құйымшақ тұсына қарай, құйымшақтың бастамасы ең ұшына қарай бағыттаңыз. Бұл сіздің ең бірінші қуат көзіңіз. Сіздің өміріңіздің қуаты. Сіздің тамырыңыздың қуаты. Бұл сіздің қуат көзіңіз. Ең терең жер анамен, текпен байланыстыратын маңызды тұс. Құйымшақ тұсынан жер анамен байланысты сезініңіз. Бар адам баласы жер анамен құйымшақ арқылы байланысты болады. Сондықтан сіз жер ана арқылы бәрімен байланыса аласыз. Жер ана арқылы әкеңізбен, арғы ата тегіңізбен, анаңызбен, арғы анаңыз арқылы келетін тегіңізбен, бар адам баласымен нұрланған байланысты сезініңіз. Менің атымнан ішкі дауыспен қайталаңыз. Менің жер анамен байланысым, ата-анам арқылы келетін тегіммен байланысым, бар тегімнен келетін күш-қуатты, даналықты, молшылықты, мейірім махаббатты және жер анадан күш алып шипа алатын байланыс жолын тазарып, нұрланып, жарқырап, күш-қуатқа толып белсенденуде. Жер анадан келіп жатқан нұрды сезініңіз. Осы байланысты сезініп, тыныс алып шығарыңыз. Осындай кереметке куә болып сезініңіз. Сіздің тамырлық күш-қуатыңыз жер ана арқылы бар каналға қосылып, белсенденіп жатқанына куә болыңыз. Табаныңызды сезініңіз. Табаныңыздың астындағы жер анадан келіп жатқан жылулықты сезініңіз. Табаныңыз босаңсып, жылып ауырлады. Енді жер ананың жүрегінен, ядросынан қып-қызыл нұрдың көтеріліп, сіздің табаныңыз арқылы, сіздің бойыңызға қарай бағытталған сезініңіз. Бұл сіздің жер ана арқылы өз тамырыңызбен барлық тектен, ата-анадан, бар жер әлемдегі адам баласынан келетін қажетті энергияны қабылдайтын каналыңыз. Табаныңыз арқылы көтеріліп, бар аяғыңызды қып-қызыл нұрға толтырып, жамбас тұсына қарай көтерілгенін сезініңіз. Жамбас тұсының барлығын қып-қызыл нұрға толтырды. Енді
құйымшақтың бастама жағына барған сезініңіз. Құйымшақтың бойымен осы қып-қызыл нұр көтеріліп, іш түсіңіздің барлығын нұрландырған сезініңіз. Іш түсіңіз нұрланып толғаннан кейін көкірек тұсына қарай апарыңыз. Осы нұр көкірек тұсыңызды нұрландырды. Ары қарай иығыңызды нұрға бөледі. Екі қолыңызды, мойын тұсыңызды нұрға толтырды. Ары өтіп, басыңызды толықтай нұрландырды. Әрбір ойыңыз нұрлануда. Әрбір клеткаңыз нұрланып жатыр, жарқырап жатыр. Әрбір деміңізге дейін нұрланып жатыр. Қып-қызыл жарқыраған жер ананың энергиясына толдыңыз. Енді оң жағыңыздан әкеңіз бастап бар ата тектеріңіздің тізіліп сіздің оң жақ қанатыңызда сізге нұрын төгіп, тілекші болып, күш беріп тұрғанын сезініңіз. Оң жағыңыздағы күшті жарқырауды сезініңіз. Енді сол жағыңыздан бар анаңыз бастаған бүкіл тектегі апаларыңыз тізіліп, сізге қарай нұрын шашып, тілекші болып, мейірім махаббатын төгіп тұрғанын сезініңіз. Сол жағыңызда нұрланып, сізге қарай күш беріп тұрғанын сезініңіз. Екі жағыңыздан келіп тұрған керемет рухани күшті сезініңіз. Нұрланған, күш қуатты, екі қанатты сезініңіз. Сізге тектерден келіп жатқан шексіз күш қуат сезініңіз. Бар тегіңіз сіздің қасыңызда. Себебі сіздің бойыңызда олардың қаны жүріп жатыр. Бар тегіңіз сіздің генетикалық кодыңызда орналасқан. Менің артымнан ішкі дауыспен қайталаңыз. Мен өзімнің бар тегіме алғыс білдіремін. Және олардың бойларындағы бар керемет қасиеттерін, күш қуаттарын, мейірім махаббаттарын, бата тілектерін қабылдаймын. Менің алдыма қойған арман мақсаттарыма жетуімде, өмір жолымда қорғап, қолдап, рухымды көтеріп жүрулеріне мен ашықпын, мен дайынмын. Енді осы керемет күйді сезініңіз. Екі жағыңызда тұрған тегіңіз арқылы бар жер бетіндегі адам баласымен байланыс сезіңіз. Екі қанатыңыз одан да үлкен болып нұрлануда, сізге одан да үлкен қанат болып жайылуда. Бар жер әлемдегі адам баласымен байланысты сезініңіз. Тегіңіз арқылы келіп жатқан. Осы жер бетінде өмір сүріп кеткен және өмір сүріп жатқан бар ұлы тұлға, дана адамдармен байланысыңызды сезініңіз. Өзіңізді осындай керемет күштің бір бөлігі екеніңізді, осындай ұлылықпен бір толқында екеніңізді сезініңіз. Осындай ұлылыққа толы мықты күш қуат дәл қазір сіздің артыңызда тірек болып тұрғанын сезініңіз. Сізде үлкен күштің қанаты болып тұрғанын сезініңіз. Сізді қолдап, бұл өмірде сіздің жолыңызды ашық болуына, нұрлы, берекелі, ұлы болуына, жарқырап, өсіп өнуіңізге ықпал етуде. Осы күйді әр клеткаңызбен сезініңіз. Тағы менің артымнан ішкі дауыспен қайталаңыз. Дәл қазір
менің бар тегімнің және бүкіл адам баласының тегінің күші жер ана арқылы менің қалаған өмір тармағымның тағдыр жолына бағытталуда. Менің жанымның қалауындағы, жаным рахаттанатын, нұрланған тағдыр жолына осы жер ана арқылы келіп жатқан бар күш, мейір махаббатты көркем түрде бағытталуда. Мен қалаған бағыттағы менің тағдыр жолым бар тегімнің бата тілегімен, қолдауымен нұрланып жарқырап тұр. Менің сәттілік әр қашан серігім болып қасымнан табылады. Әр кездесулерім, әр менімен жолығатын адамдар, әр қадамым менің қалған тағдыр тармағыма апаратын мүмкіндіктерім маған көркем түрде жеңіл, оңай келуде. Осы тектен келген күш қуат сезімін өзіме тұмар ретінде қабылдауға ниет еттім. Тұмарыңыз қып-қызыл жарқыраған нұр болып денеңізге бүкіл жағына нұрын шашып, құйымшақтың тұсында тұрғанын сезініңіз. Менің тұмарым әр қашан менің бойымда. Менің барлық өмірімдегі сфераларымның қай-қайсысы болмасын, осы тұмарымның энергиясымен өсіп, өніп, көркем түрде дамып, нұрлануына қалаған уақытымда ықпал ете аламын. Бойыңыздағы жер ана арқылы келіп жатқан, екі қанатыңыздағы ата тектеріңізден, жер анадан, бар жер бетіндегі адам баласының бұрын өмір сүріп кеткен және қазіргі уақытқа дейін өмір сүріп жатқан ұлы тұлғалардың күш қуатын, бата тілегін сізге қарай бағытталып, сізді нұрландырып жатқанын, жарқырап артыңыздағы екі қанатыңыздан ары терең келіп жатқан, жер анадан келіп жатқан күш қуатты сезініп, біраз тұрыңыз. Аллаға, жер анаға, бар ата тегіңізге, жер әлемдегі бар адам баласына шын жүректен мейір махаббатпен алғыс білдіріңіз. Осы күйді денеңізден кете бастағанын сезсеңіз, тұмарыңыздың әлсіреуін сезсеңіз, дереу осы медитацияға бет бұрыңыз. Сіз бұл өмірде бар болғаныңыз үшін құндысыз. Осындай терең практика жасағаныңыз үшін мен сіз үшін, сіздің ұрпағыңыз үшін өте қуаныштымын. Аллам осы медитацияға арнаған уақытыңыздың берекесін беріп, нәтижелі етіп, рухыңызды асқақтатып қоюына шын жүректен тілекшімін. Ізгі ниетпен, Бәтіш Оралбекқызы.